Сәлем менің оқырмандарым. Бүгін кивидің түрлі емдік қасиеттерін айтатын боламыз. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви Қытайда және Қиыр Шығыстың басқа елдерінде өсірілетін, сондай-ақ Францияда, Италияда өсіріліп келді. Елімізде кейінгі жылдары әкелінетін болды. Бүлінбеген киви құрғақ, сырты бұжыр, қысып көргенде серпімді, хош иісті болу керек. Хош иісі болмаса бүлінгені. Ең дұрысы сол, піспегенді алып, 2 тәулікте жетілдіріп алғаны дұрыс. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір және антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлар ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады. Басқа жемістердің айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді қауіпті маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі киви қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісін жақсара түскенін көруіңізге болады. Осынау тропикалық жемісті соқтағанда, вирусты дерт кезінде, шаршағанда, әлсіздікте, күйзелісте, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосыңыз. Дегенмен осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланар алдында асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі де әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарда пайдалануға мүлдем болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауырғандар бұл жемістен бас тартқаны жөн. Біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінде бұл азық жеміс емес, жидектер қатарына жатады. Оны жаңа зеландықтар ақш-та тасымалдауды бастағанда, оның бастапқы қытайлық қарлыған атауын өзгертіп, киви фрут деп атады. Бастапқы атауын өзгертудің себебі сол кездегі Қытай соғысы мен жидектерге деген бағаның қымбаттауы еді. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінен кивиді қабығымен жеуге болады екен. Әсіресе испандық селекционерлар шығарған кивино сортын. Оның қабығы жұмсақ келеді. Кивидің қабығын құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеюімен қадағалап залалсыздандыратын қасиетте бар екен. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керек. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, уылдатып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсері өте зор. Киви бұл витаминдер қоймасы. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасының 230%-ға өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады. Стреске және жасқа байланысты процеске қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Құрамында серотонин көп. Киви жемісінің серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және
ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар, кивиді тұтынғанда жанама әсерлері болмайды және ол әлдеқайда пайдалы. Тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетіне айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өңдеуге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс ер адамдар үшін де өте пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданылады. Кивидің зиянды жақтары. Киви адамдарда аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамуы мүмкін. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабықтарының тітіркенуіне алып келуі мүмкін. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні мен тілі, шырышты қабаты ісініп, аузына ауырсыну және қышу сезімдері пайда болады. Достар, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта тұрайық.